Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Sinix Trade арнасы. Достар, бүгін біз сіздермен бірге швейцарский франк, японский йене валютный параларына сделка және анализ қарастыратын боламыз. Нақты анализ қай бағытқа көтеріліп жатыр, қай бағыттан қай бағытқа қарай түсіп жатыр екен, сол жайында айтып кететін боламыз. Олай болса достар, біз видеомызды бастаймыз. Достар, бізде қарайтын болсақ, баға көз қарасы бізде шорт позициясына қарай баға қайтадан түсіп бара жатыр еді, иә? Көпшіліктің көз қарасы бойынша төменге қарай құлап бара жатыр. Егер бұл бағаның соңғы ситуациясына мән беретін болсақ, бізде баға қай жақтан келді? Лонг позициясынан келді ме, әлде шорт позициясынан келді ме? Бізде баға бұл жерде шорт позициясына келген екен. Значит, достар, бұл дегеніміз не деген сөз? Енді баға бізде шорт позициясына қарай сатушыларға жолын берді. Мына жерде скопление болған екен. Вот мына жерде мен белгілеп кетейін. Вот 1, 2, вот осы жерлерде скопление басталып кеткен. Мына жерде 3 деп белгілеп кете сайын. Осы аймақтарда скопление басталып кеткен, достар. Скопление басталды деген сөз, баға шоғырланып жатыр және бағаны бір бағытқа қарай түсіріп бара жатыр. Кімдер түсіріп бара жатыр? Сатушылар түсіріп бара жатыр. Дұрыс. Сатушылар бағаны түсіріп бара жатыр. Соның арқасында кішігірім скоплениелер басталып кетті, достар. Вот, енді біз обедте қайтадан аштық. Осы түске қарай негізі жаңалықтар болмайды. Оның үстіне бізде нарықта тұрақсыздық болады. Нақты сізге ешкім айта алмайды, баға осы жерге барады деген сияқты. Сол үшін, достар, біз не істейміз? Мына конкретне өзіміздің анализіміз бойынша жұмыс жасаймыз. Біз көпшілік көз қарасын сызып алдық, белгілеп алдық көпшілік көз қарасын. Енді біз өзіміздің разворот аймақтарын қарайтын болсақ, бізде бір разворот болған екен. Вот 1 разворот, 2 разворот, 3 разворот, мына жерде тағы разворот болған, мына жерде тағы разворот болды. Енді баға бізде не істеп жатыр? 5 разворот арқылы баға бізде шорт позициясына қарай қайтадан түсіп жатыр. Мына жерде скопление аймағы, бұл скопление аймағы есептелсе, біз поддержка, сопротивление аймағын қалай сызамыз дейтін сұрақ болады. Оны біз, достар, мұндағы бұрынғы ситуациясының мәніне қараймыз. Бұрынғы ситуацияда қалай болған? Мына жердегі свича үшін бұл область сызамыз, достар. Мына жердегі свича үшін бұл область сопротивление аймағы есептелсін, Бірақ, достар, біздегі келешектегі свича үшін бұл поддержка аймағы есептеледі. Енді біз бұны поддержка аймағы есептейміз. Вот, бұл қазіргі свича үшін. Ал өткен шақтың свичасы үшін бұл сопротивление болып есептелген еді, достар. Так, мына жерде ғана тек қана остановка болған. Вот, осы жерде ғана біз остановкаға қарай белгілеп алдық. Енді біз мұндағы остановкаға қараймыз. Мұнда остановка болады, немесе болмайды деген болжам бар ма, жоқ па? Вот мына жерде қарайтын болсақ. Жоқ, достар. Ондай болжам жоқ. Қарайтын болсақ, бізде мұндағы свича өте үлкен. Теласы бойынша қарайтын болсақ, өте күшті. Мұндағы жасыл свичалардан қарағанда өте күшті. Біріншіден, екіншіден, қара свичаның астындағы тендеріне және жасыл свичаның жоғарыдағы тендеріне мән беретін болсақ, бізде жасыл свичаның астындағы тен айтып тұр. Мұндағы аймақтан өте алмайсыздар деп тұр. Мұндағы сатушыларға айтып тұр. Өйткені мұнда сатушылардың жолы болған бұрын. Қазір бұл жерде не істеді? Алушылар итеріп тастады да кішігірім свича шығарып берді. Кішігірім сатушылар өзінің бір позициясын көрсетті. Бірақ бұл жерде де оңбай тұр. Өйткені кімдер тұр бұл жерде? Бұл жерде сатушылар тұр. Сатушылар осылай қоршап тұр. Бұл жерде өзінің бір сопротивление аймағы болып тұр да. Мен осылай белгілеп кетейін енді. Мына сопротивление аймағы есептеледі, астындағы бізде поддержка аймағы есептеледі. Егер мұндағы свича мән беретін болсақ, біріншіден бұл свича теласы бойынша бұл мұндағы жасыл свичадан қарағанда және мұндағы жасыл свичадан қарағанда өте күшті болып тұр. Біздегі кейінгі свичада қара свича, бұл жасыл свичалардан қарағанда үлкен болып тұр. Өте теласы бойынша өте күшті болып тұр. Бұл дегеніміз нені меңзейді, достар? Бұл дегеніміз по-любому любой случайне баға көпшіліктің көз қарасымен баға төменге қарай түседі деп тұр. Ол мына жерде сопротивление аймағы болса да, болмаса да по-любому баға бізде шорт позициясына қарай түседі деп тұр. Бірақ, достар, бізде әлі сенімсіз. Өйткені мына жерде тағы да бір остановка болған, Әрине, остановкада есептелмейді, но қалай айтсам болады сіздерге? По-любому бұл жерде баға кішігірім разворот болған байқаймыз. Мына жерде по-любому өзінің кішігірім разворот болған көрсетіп тұр мына жерде. Енді, достар, біз бағаны келесі свичада мұндағы свичалардың тендеріне қарай, мұндағы тендер өте ұзын болып тұр. Астында өте крупный сатып алушылар тұр деп тұр. Мұнда қара
свеча даже мына жердегі аймаққа келе алмай жатыр. Мына жердегі аймаққа келе алмай жатыр. Енді біз келесі бағаны жоғарыға деп қарастырсақ, енді мен бағаны жоғарыға деп қарастыратын боламын достар. Вот. Бағаны мен жоғарыға деп қарастырдым. Біз сделканы қай уақытта аштық? Сделканы ашқан уақыт 174-те 356-да ашылды. 356, 174-те 356. Так, 174-те 356. Достар, байқайтын болсақ, біз көпшіліктің көзқарасына қарсы шықтық. Не үшін қарсы шықтым? Не үшін мен жоғарыға деп сделкамды қарастырған едім? Осы сұраққа жауап беріп өтіп кетейін. Біріншіден, мен осы екі свечаға, осы свечаның астындағы тендеріне қарай мен не істедім? Сендім біріншіден. Осы теннің екі тенге қарай сендім. Өйткені мұна тен, мұндағы тен, және мұндағы ең астына түскен мұнда қара свечаның астында тенді көрдік қой. Сол тенге байланысты мұндағы тендер өте барып келді. Тұйығына барып келді. Мұндағы сатып алушылардың бір түпкі терең районына барып келді. Бір районына кіре алмайсың деп тұр. Өйткені бұл жерде ең мықты сатып алушылар тұр деп тұр. Мына жерде бір көрсетті өзінің сатып алушылары мықты екен. Мына жерде тағы да бір көрсетті, өзін дәлелдеп берді. Мына жерде де өздері айтып тұр ғой. Мына жердегі свечаның үстіндегі тендер айтып тұр ғой. Сатушылар бар жоғарыда. Жоғарыға да көтеріле алмайсың деп тұр, иә? Жоғарыға көтеріле алмайсың деп тұр. Бірақ достар, мұндағы теніне қарайтын болсақ, ең үлкен тен астында болып тұр. Вот бір свеча, екі свеча, үш свеча, төрт свеча оны дәлелдеп тастады достар. Дәлелдеп тастады. Сатып алушылар өте мықты деп тұр. А мұндағы үстіндегі тендер өте кішкентай, астындағы тенмен салыстырғанда өте кішкентай. Мен солған қарай, және мұндағы остановкаға қарай мен полевым разворот болады деп ойлаған едім. Бірақ достар, мен жасаған анализ бойынша баға не істеді? Баға қайтадан шорт позициясына қарай түсіп кетті. Бізде баға қай уақытта жабылды, қай уақытта ашылды. Так, біз 174-те аштық, 356-та. Так, біз 174-те 356-та аштық, 174-те 339-да жабылды. Бізде баға прибыл минус болып түсті. Ну, ничего не страшно. Біз келесі сделкамызды қайтадан қарастыратын боламыз осы ситуацияға қарай. Так, біз оған дейін не істейміз? Дәл осы уақытты күтеміз достар. Дәл осы уақытты күтеміз. Осы уақытты күтпей біз сделка қарастырмаймыз. Достар, бізде қарайтын болсақ, тағы да біз бағаны жаңа лонг позициясына деп қарастырған едік. Енді бұл жолғысында мен қайтадан лонг позициясына деп қарастырып жатырмын достар. Баға өйткені қараңыздар, мұнда шорт позициясы өзі алып бар жатыр. Және мұндағы ценовый скопленияның арқасында баға әрине шорт позициясына бір түсті. Мұна аймақтан өте алмай жатыр. Мұндағы аймаққа өткізбей жатыр сатып алушылар. Енді біз бағаны қайтадан, мұндағы сәл бағаны азайтып бастайық. 15.000 дейміз да. Қайтадан жоғарыға деп қарастырамыз достар. Вот осы жерден ашамыз. Так, біз қай уақытта аштық, бір көре жіберейік. Бізде ашылған баға 174-те 36, 174-те 36, 174-те 36 дейді. 37-ін белгілеп қоя салайын. Алдағы уақытта любой случайда баға түсіп кете салуы мүмкін достар. Вот бізде енді баға көтеріліп жатыр. Мен қайтадан лонг позициясы деп аштым достар. Қорықпай, смело, өзімнің анализім бойынша қайтадан мен лонг позициясы деп қарастырдым. Неге мен бағаны минус болсам да лонг позициясы деп қарастырған едім мен вроде, тағы да қарастырдым. Неге олай лонг позициясы деп қарастырып жатсын дейтін болсаңыздар достар, біріншіден мұндағы свечалардың тендеріне қараймыз. Яғни бұл тендер не айтып тұр? Не подсказка беріп тұр? Бұл жердегі тен айтып тұр. Сатушыларға айтып тұр. Бұл жерде сатып алушылар бар деп тұр. Крупный сатып алушылар тұр. Бұл жерде сен өте алмайсың деп тұр. Сатушылар айтып тұр. Егер өтетін жағдай болса, дәл осы ценовый скоплениеден кейін сені итеріп тастаймын жоғары қарай деп тұр. Жоғары қарай ары кетсе, баға мына аймаққа барады, мына остановкаға барады. Мен бұны қалай белгілеймін достар? Мен бұны сопротивление деп белгілеймін. Бірақ бұл мұндағы свеча үшін бұл поддержка аймағы есептеледі. А бірақ біз үшін бізге керекті сопротивление аймағы есептеледі. Вот, сопротивление аймағы есептеледі. Егер баға бұнтта жарып өтетін болса, баға бұл скопление аймағына өтіп, мына аймақтан өтіп, мына аймақтан тесіп өтетін болса, баға қай аймаққа кетіп бара жатыр? Баға бізде дәл осы аймақтарға кетіп бара жатыр. Мен тағы да белгілеп кетейін. Баға бұл жолы осы аймаққа барады деген сөз достар. Осы аймақтан бізде разворот болады. Бұл аймақтардан бізде разворот болады. Бұл сопротивление аймағы еді. Осы жерден біз бағаны лонг позициясына қарай көтеріледі деп есептедік. Бізде бірақ көпшіліктің көзқарасына қарсы шыққанымыздың кесірінен не болып жатыр? Бізде көпшіліктің көзқарасының қарсы шыққанымыздың кесірінен бізде баға қайтадан шорт позициясына түсіп кетті. Бізде қайтадан минус болдық. Так, нефте жабылды. Бізде 174-те
36-та аштық, 174-те 332 дейді. 32-36. Бізде баға осы жерден қайтқан ғой. Көрдіңіздер ма? 32. Ал бізде вообще баға мына жерден ашқанбыз сделканы. Лонг позициясына көтеріледі деп. Лонг позициясына по-любому көтерілу керек, достар. Біз бұл жерде сделка ашпай күтуіміз керек. Бірақ біз сделка ашуымыз керек болды. Вот, достар, бізде солай. Біз қанша попытка жасадық бүгінгі видеода? Бүгінгі видеода біз бір рет, екі рет попытка жасап көрдік, достар. Екінші рет попытка жасап көрдік, бізде минусқа түстік. Прибыл бізде минус болды. Вот. Бұл ненің арқасы? Бұл бізде дұрыс анализ жасай алмай қалғанның арқасы. Қалай жасай алмай қалдым? Не үшін дейтін болсаңыздар, вот былай. Бізде біріншіден мен өзім дәл осы свечаның теңдеріне қарай мен сенім артқан едім біріншіден. Екіншіден, мен көпшіліктің көзқарасын трендовый линияға бағынбадым мен. Осы көпшілік трендовый линияға жоғары қарай көтеріледі. Қазір бізде лонг позициясына қарай көтеріледі деп айтқан едім, бірақ мына жердегі трендовый линияның бар екенін және оның трендовый линия қарсы шықпаудың арқасында осы сабақты алдым, екі рет минус шықтым. Вот менің көзім жеткені көпшіліктің көзқарасына еш уақытта қарсы шығудың қажеті жоқ, достар. Вот бізде өйткені қараңыздар, бізде 1 разворот, 2 разворот, 3 разворот, вот я, 4 разворот, 5 разворот. Бұл не деген сөз? Бұлар сатып алушылардың өзінің бір қозғалысы, жоғары қарай көтерілем деген қозғалыс. Вот міне. 1, 2, 3, вот осылардың бәрі қозғалыстар. Бұл қозғалыстар не істеді? Мен жоғары қарай көтерілемін, жоғары қарай шығуым керек деп көрді. Бірақ қанша рет көрді? Қанша рет попытка жасап көрді өздерінше? 5 рет жасап көрді попытканы, достар. Вот көрдіңіздер ма? 5 рет жасап көрді. 5 реттің ішінде де дымға, былай айтқанда, так мен қызылға белгілеп қойын, сарыға белгілеп қойын. Вот. Көрдік қой, мұндағы 1 секіріс, 2 секіріс, 3 секіріс, 4 секіріс, 5 секіріс. Мына жерде 5 секіріс болған. Бұл дегеніміз не деген сөз, достар? Бұл дегеніміз жасыл свечаларды көрдік па? Үлкен, тендерде өте үлкен. Көрді бұлар, жоғары қарай ұмтылып көрді. Бірақ мұндағы максимальный аймақты сызып қарайтын болсақ, вот мұндағы максимальный сопротивление аймағына ешқандай объемдар жете алмаған, ешқандай развороттар жете алмаған. Даже мына жерге жете алмаған, даже мына бетіне ғана жете алмай қалған. Бір жете алмай қалды. Бір рет көрді попытканы, 2 рет көрді, 3 рет көрді, 4 рет, 5 рет көрді. Ары қарай не істеді? Ары қарай қойса көке деді, сатып алушылар оны баспасай салды, астына итеріп тастады. Біратала осы жерге әкеп берді. Біратала әкелген жеріне есептейік. 174-те 382-ден 174-те 323-ге дейін апарып тастады. Тағап тастады. Атова өзінің бір объемына тағап тастады. Даже керек десең, ол объемда тесіп өтіп бара жатыр. Ал мен болсам мына жерден өзімше лонг позициясына қалай көтеріледі деп ойлаған едім. Мұндағы скопление аймағының ішінде мен лонг позициясына қалай көтеріледі, кішігірім разворот болады тағы да деп ойлап, мен жоғары қарай 2 рет попытка жасап көрдім, бірақ болмады, достар. Вот, достар, бүгінгі видеомыз осы. Вот, достар, бүгін біз сделкамызды 2 рет минусқа айналдырдық. Но ничего страшного, келесі видеода сіздермен, достар, біз объемы бар кәдімгі түсінікті валютный параларды қарастыратын боламыз. Олай болса, достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.